Саламатсыздар ма? Арал индустриалды техникалық колледжі. Дәріс сабақ. Тақырыбы Әл-Фараби. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ұйымдастырған номері 93 құрылыс шебері тобының жетекшісі Қараева Айгүл Мейірманқызы. Сабақтың мақсаты: білім алушыларға тәрбие, тәртіп, ақыл ұғымдары туралы жан-жақты түсінік беру. Ұрпақ тәрбиесінде ежелден қалыптасқан халқымыздың жақсы дәстүрлерін оқып үйрену, өнеге тұту, жас ұрпақты ізгілікке баулу. Дәріс сабағымызды бастаймыз. Қаншама уақыт өтсе де, өзінің құндылығын, өзектілігін жоймайтын бір маңызды мәселе бар. Ол жас ұрпақ тәрбиесі. Әлімсақтан белгілі, адамзат баласының өмір тәжірибесінде тәрбиенің түрлі мектептері болған. Тарихқа зер салсақ, небір даналар мен ойшылдарды тәрбие мәселесі бейжай қалдырмағанын көреміз. Мұның бәрінде терең сыр, мағына жатқаны сөзсіз. Өйткені жас ұрпақтың өсіп жетілгенде қандай болатыны ең алдымен оның тәлім тәрбиелесіне тікелей байланысты. Атақты ойшыл, ұлы ғұлама Абу Насыр Әл-Фараби адамға ең бірінші керегі білім емес, тәрбие. Тәрбиесіз білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның өміріне апат әкеледі деген екен. Осы идеяны өз жырларына арқау етті. Этикалық тұрғыдан айтылған ой-пікірлері, идеялары әлемге кең тарады. Көптеген атақты оқымыстылары, ғалымдары Әл-Фарабиді өздерінің ұстазы деп танып, оған екінші ұстаз деген атақ берді. Ұлы ғұлама сөзінің растылығын өмір тәжірибесі талай мәрте дәлелдегені белгілі. Себебі, білім алдыңғы орынға шығып, тәрбие кейіндеу қалып қоятын болса, мұның арты адамның толыққанды тұлға болып қалыптасуына айтарлықтай кері әсерін тигізері хақ. Білім, қарапайым тілмен айтқанда, белгілі бір ақпараттар жиынтығы ғана. Ол санаға сіңіп, ойда қалады. Ал тәрбие адамның күллі жан дүниесіне әсер етеді, тұлғалық қасиеттерін қалыптастырады. Тәрбие ол кең ұғым. Осы орайда біздің ата-бабаларымыз тәрбиенің орны бөлек екенін жақсы білген. Өйткені ұрпаққа үлгілі тәрбие бере білу ол қоғамның өзін, елдің тірегін қалыптастыру деген. Соның ішінде балаға өнегелі тәртіп пен тәрбие бере білу ол өлшеуі жоқ қазына. Тәрбие ол жеке тұлғаның адамдық бейнесін, ұнамды мінез құлқын қалыптастырып, өмірге бейімдеу мақсатында жүргізілетін жүйелі процесс. Бесік тәрбиесі, балдырған тәрбиесі, өрен тәрбиесі, жасөспірім тәрбиесі және жастар тәрбиесі бір-бірімен жалғасып, өз ерекшеліктерімен жүзеге асырылады. Тәрбиенің мақсаты адам бойында ізгілік, инабаттылық қасиеттерін және тіршілікке қажетті дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Адамды отбасы, қоғам, қоршаған ортасы тәрбиелейді. Дегенмен, тәлімді тәрбиенің орны қашанда бөлек. Оны самсаған техника еш уақытта алмастыра алмайды. Ол өнегелі де ұлағатты сөзбен, үлгілі көрсетумен, бағыт-бағдар берумен, жол көрсетумен жүзеге асырылады. Тәрбие ақылмен, тәртіппен және талаппен тығыз байланысты. Адамды адам қылатын ақылы. Ақылсыз адамға дұрыс тәрбие қалыптаспайды. Ата-ана мен аға буындардың ақылын алып, солар сілтеген дұрыс жолмен жүретін болса, жас жеткіншектерге тәлім тәрбие тез қалыптасады. Әсіресе, бала үлкендерге еліктегіш келетінін ескерген жөн. Сондықтан да оларға дұрыс үлгі көрсете білу қажет.
Жасөспірімге үнемі әдептілік тәрбиесін беру арқылы оларды дұрыс жолға бағыттау ол өмір заңы. Ал оларды дұрыс жолға бағыттау үшін ең алдымен тәртіп керек. Тәртіп болмаған жерде белгілі бір нәтижеге жету қиын. Тәртіп жасөспірімді салауатты тепе-теңдікпен өмір сүруге үйретеді. Тәртіп тұлғаның ұстамдылығын, іште ұйымдасқандығын, жауапкершілігін, өз мақсаттарына бағыну, қоғамдық нұсқауларға бағыну, әзірлігі мен дағдысын қамтиды. Тәртіп жасөспірімнің дұрыс және терісті, халал мен харамды айыру, өзін бақылау, жақсы жаманды айыра алатын, тағы сол сияқты сана сезімдерін қуаттандырады. Әрбір адам туғаннан керемет сыйға бөленген. Ол жетілуге талпыну. Біз бәріміз білімді аңсаймыз, биікке көтеріліп, ортамызға жағымды жақтарымызбен көрінуге тырысамыз. Үлкен жетістіктерге қол жеткізуге ұмтыламыз. Ол үшін адам ең алдымен өзі неге қабілетті, өзінде жақсы не бар, соны түсініп алу керек. Өзінің жетілуге талпынысында әр адам мейірімділік пен зұлымдықты айыра білуі қажет. Өзінің бар қабілеттерін жетілдіріп және өзіндегі кемшіліктерін түзете білуі тиіс. Абу Насыр әл-Фараби дүниеде ең оңай нәрсе біреуге ақыл айту, ал ең қиын нәрсе өзіңді өзің түсіну деген екен. Адам тумасында жақсылыққа да жамандыққа да үйір емес. Адамгершілік белгілерінің қалыптасуына ерекше әсер ететін жағдайлар бар. Адамның тәрбиелілігі барлық жағдайда адамдардың қарым-қатынасынан байқалады. Адамгершілік қасиеттер адамның бойындағы күш-жігерін, қуатын, сенімін, жан жылуын арттыра түседі. Мұндай адамдар әрдайым жақсылық істеуге, айналасындағыларға көмек көрсетуге, бар білетінін үйретуге дайын тұрады. Өзінен кейінгілерге үлгі бола біледі. Әлемді білімді адамдардың қолдауымен көркеюде. Осы тұста әл-Фараби бабамыздың тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген сөзі ойға орала кетеді. Расымен де, тәрбиесіз берілген білімнің адамзатқа тигізер зияны басым. Ендеше, алып жатқан біліміміздің тек әлемді көркейту мен дамытуға, жақсылыққа арнағанымыз жөн. Қорыта айтсақ, бүгінгі білім саласындағы өзгерістер бірнеше ойдан таралған аса бай мұраларды қолға алу арқылы білім алушылардың ел мүддесі үшін жұмыс жасауына септігін тигізіп отыр. Оқыту мен тәрбие бүгінгі өмірмен ғана ұштасып қана жатқан жоқ, тарихтың тұңғиымен ұштасып жатыр. Сол себептен де өткеннің кейбір іргелі тағылымдарына ден қоюға тура келеді. Ал отбасы мен ұстазынан өнегелі тәрбие алған баладан білімді азамат шығатыны даусыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.